Дүйсенбі күні Абай театрының ғимаратында Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйым оқушылар арасында 25-ші республикалық Абай оқулары байқауының ашылу салтанаты өткен еді. Байқау Семей қаласы мен Абай ауданында өтуде. Оған еліміздің әр өңірінен келген облыстық кезең жеңімпаздары мен жүлдегерлер атанған жалпы білім беретін ұйымдардың 130-дан астам 8-11 сынып оқушылары қатысуда. Оқушылар 6 номинация бойынша бақ сынасуда. Байқаудың мақсаты қазақ халқының әдеби мұрасын дәріптеу, мектеп оқушыларының классикалық қазақ әдебиетін оқуға деген қызығушылығын арттыру, Абай мен Шәкәрім шығармашылығындағы эстетикалық талғам мен тұлғалық қасиетін насихаттау, ұлылар поэзиясына, ұлттың рухына, мұрасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Жеңімпаздар дәл бүгін анықталып, Абай ауданы Қарауыл ауылында марапатталады. Үкімет отырысында облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев аймақты сумен жабдықтау мәселесі туралы баяндады. Облыс халқының 92,8% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Семейді сумен қамтамасыз ету 91,5% құрайды. Мәселені шешу үшін 2023 жылдан бері жоспарланған 9 нысан пайдалануға берілмек. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Семей қаласындағы аула аумақтары мен қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру бойынша әкімдіктің бөлім басшыларымен көшпелі кеңес өткізді. 2023 жылы Семейде 71 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізілген болатын. 2024 жылы қаланың 46 аула аумағын абаттандыру жоспарланған. Оның ішінде 14 аула 4 қоғамдық кеңістік абаттандырылады. Қала басшысы аула аумақтарын жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан Шәкәрім 9 және Титова 140 мекен жайында болды. Сондай-ақ қала басшысы номер 1 емхананың алдында медицина қызметкерлері құрметіне салынып жатқан қоғамдық кеңістіктің жұмыс барысымен танысты. Көшпелі кеңес нәтижесінде мердігер ұйымға, сондай-ақ қала әкімдігінің бөліміне процесті бақылау, сондай-ақ барлық жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтау жөніндегі тиісті тапсырмалар берілді. Бородулиха ауылында Жасыл ел бағдарламасына қатысушыларды ұйымдардың қызметкерлері мен аудан орталығын тұрғындарын біріктірген Таза Қазақстан кезекті акциясы өтті. Бұл күні ауылдың орталық бөлігін абаттандыруға басты назар аударылды. Қоршау жиектерінің сыртқы түрі жаңартылып, шөп шабу жалғасты. Таза Қазақстан акциясы бұл жай ғана аумақты тазалау емес, бұл әлеуметтік жауапкершіліктің жарқын үлгісі және аудан тұрғындары үшін жайлы және абаттандырылған орта құруға өз үлесін қосуға мүмкіндігі. Халықтың тұрмыс тіршілігін әлеуметтік маңызы бар нысандардың жай-күйін бақылау мақсатында Бесқарағай ауданының әкімі Талғат Мұратов жұмыс барысымен Долан ауылдық округіне барды. Бөдене ауылында салынып жатқан өрт сөндіру бекетінің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Жалпы аталған жобаға жергілікті бюджеттен 15 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары шілде айында аяқталып қолданысқа беріледі деп күтілуде. Сондай-ақ 2023 жылы Бөдене, Долан ауылдарында жаңа ауылдық клуб қолданысқа берілген болатын. Осыған орай аудан әкімі Талғат Мұратов ауылдық клубқа мәдениет саласының маманын қабылдап, ауыл тұрғындарына мәдени іс-шараларды ұйымдастыруды тапсырды. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.